Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі тапочка тоқитын боламыз. Жазға өте ыңғайлы. Мына жақтарына қарасаңыздар, ауа кіреді. Табаны өте жеңіл, осындай табанда. Осындай жаздық аяқ киім, сыртқа киетін аяқ киім тоқитын боламыз. Осындай аяқ киімді толығымен тоқып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің видеома лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Ендеше бізге керекті заттар осындай дайын табан. Табанда мына жерде менде жіптер болған арнайы өзінің. Оны мен алып тастадым. Осылайынан өзім тоқитын боламын ол жерге де. Менен қарасаңыздар. Одан кейін маркер керек болады. Спичка или зажигалканы жіпті ұшын күйдіру керек міндетті түрде. Одан кейін жібек жіп, шелк китайский, крючок номер 1. Жіңішке жағымен тоқимыз. Одан кейін қайшы. Одан кейін менде дәптермен ручка болады. Как всегда өйткені жазып отырам. Келесіде қанша қай қатарда қанша алдым деген сияқты жазып отырып тоқуға сіздерге де кеңес беремін. Және де менің даусыма мән бермеңіздер, өйткені менің тамағым ауырып жүр. Мастер-класс күтіп тұр, поэтому мен көптеген, мен бұны алдында уже бір ай бұрын, даже 1,5 ай бұрын шығарам деген заказ болды, үйтті уақыт жетпеді. Енді ғана қолым тиіп тұр, поэтому қазір түсіріп тастауым керек. Тамағыма мән бермеңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші қатарын тоққанда мынандай алынады несі, подошва. Ой, ұлтарақ дейді оны. Осы алынады. Жуған кезде осыны алып тастайсыздар, мынаны стиральныйға салып жуа бересіздер. Ештеңке қылмайды. Енді сіздерден мындай жіптер болуы мүмкін, ол жіптерін алып тастайсыздар. Мына жерде қарасаңыздар, мен мына жақтан басталғанмын. Міне тұмсық жағынан бастайсыздар. Міне ортасы болса 1, 2, 3, 4, 5-ші тесіктен бастайсыздар. Міне ортасын примерно қарап аласыз. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5-ші тесікке крючокты өткізіп тартып шығарамыз. Мына қысқа жіп тоқылып кетеді арасында. Бесеуден кейін міне крючокты осылайынан біреу шығарып аламыз. Мына жерге тек қана біреу тоқимыз. Қалған әрбір тесікке 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Айналдыра. 1, 2, 1, 2. Осылайынан, бұлайынан мына жақтың бәрін айналдырып, мына жерге келгенде тағы да біреу тоқитын боламыз. Айтпақшы, сіздерге айтпаппын, бұл менде 36-шы размерге тоқылып жатыр. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. 1, 2. Бағана бастаған жерімізге келдік. Ең біріншісінде біреу ғана тоққан болатынбыз мына жерге. Осының қасына тағы да біреу тоқимыз. Енді мына жерге соединительный жасамаймыз. Просто столбик без накида тоқып, әрі қарай кете береміз. Әр петляға 1 столбик без накида. Бұл қатар мына жаққа дейін, мына жерге дейін өкшесінің мына жеріне дейін келеді. Мына аралықты тоқымаймыз, сонда мынаны былай айналып келіп, мына жерге дейін келеміз. Столбик без накида. Әр петляға біреуден. Крючокты өткізесіз, тартып шығарып, екеуден біреу. Жай ғана столбик без накида тоқып шығамыз, айналдырып. Айналдырып болғанда жаңағы айтқандағыдай, қазір өкше жаққа келген кезде көрсететін боламын. Не қараңыздар, мына жерге келіп тоқтадым, мына жаққа қарай тоққан жоқ. Мынау бағанағы бірінші қатарымыз. Екінші қатар мына жерден бастап,
мына жерге дейін әкелді. Міне енді бұны қалай белгілеп аламыз? Егер тура осындай табанмен тоқып жатсаңыздар, міне қараңыздар, өзі ортасы білініп тұр да. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6-сына кеп тоқтадым. И мына жақта тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын қарап аласыздар былайынан. Бірдей болып тұр ма, бірдей болып тұрған жоқ па? Менікі бірдей болып тұр. Осы жерден тоқтатамын мен енді. Мына жерге маркер қадаймын. Мына екі аралық санап алам, қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Не бірдей болып тұр. 25. Мен жазып қоям. Сіздер екінші несін тоқу үшін сіздер де жазып қойыңыздар. Өкше 25 деп. Өкше 25 петля. Жазғанды көптеп қойын. Енді қараңыздар. Мына жаққа кеп, мына маркерді қадап тастадыңыздар ғой. Енді мына жақтағын шығарып аласыздар да, крючокты өткіземіз. И мына жіпті мына жағына қарай алып келіп, енді қарасаңыздар, мына жерде бір қатар мынандай тоқылған, көмкеріп тоқылған, одан кейін уже узор. Мен макасиларда, кроссовкиларда көрсетілетін узор кетеді. Крючокты өткізіп аламыз. Мына жақты реттестіресіздер. Одан кейін бір воздушный. Одан кейін уже міне қараңыздар. Астынан, үстінен емес, астыңғы жағынан көмкеріп тоқимыз. Мына жақтан емес, міне мына жерден. Маркерға дейін осылайынан тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик без накида көмкеріп тоқу. Алдында кроссовкиларда болған етін. Осылай тоқып. Осылайынан тоқып шығамыз. Мені 25-сіне келдім. Тартып шығарам, крючокта 2 петля, и мынау маркердағыны да іліп алып кетем. Үшеуін бірде тоқим. Іліп алдым да, үшеуін бірге тоқим. Одан кейін 3 петля түсем. 1, столбик без накида жай ғана 2 и 3. Қайтадан осы жерге маркер қадаймыз. Одан кейін мына жағына қарай апарып, аяқтан тағыдан басталған жерден, міне қараңыздар, 1, 2, 3. Мына жерге крючокты өткізіп, мына жұмысымызды тартып шығарамыз. Бұл қатарда жай ғана столбик без накида тоқылады, ешқандай узорсыз. 2 и мынау үшіншісі. Мына жерде жаңа көмкеріліп тоқылдық. Бұның үстіңгі петлясынан обычный тоқитын боламыз. Обычный столбик без накида 1, 2, 3, 4, 5. Осылайынан маркерға дейін тоқимыз. Маркердан іліп алып, әрі қарай тағыда 3 тоқимыз, көрсететін боламын. Міне, тура маркердің жанындағы келдік. Осы жерден крючокты өткізіп, жұмыс жіп тартып шығарамыз. Одан кейін мынау маркердағы жіпті де іліп аламыз. И 3-ін бірге. Одан кейін мынаға қарай 3 петля тоқимыз төменге қарай. 1, 2, 3.
marker qadaymiz. Былай qarab теңестіріп отырасыздар. Менде сәл бір петляға мына жақ озып кетті. Қараңыздар. Үшеу емес, екеуден кейін мен маркер қадаймын қазір. Біреуін сөгіп тастадым. Осылайынан теңестіріп отырасыздар. Әр қатарда қарап отырыңыздар. Біреу алдыға озып кетіп, біреу артта қалып кетіп жүрмесін. Енді нормально. Енді бізде мына жердегідей узор басталады уже. Енді тағда мына жақтан 1, 2, 3 крючокты өткіземіз. Мына жақтағы жіпті тартып шығарамыз. И мына жақтағы жібіңізді қарайсыздар. Тартылып қалмау керек, кең болмау керек. Бір воздушный, одан кейін уже мына жерден бастап біз нені тоқимыз. Узорды астына, одан кейін үстіне, одан кейін уже міне астына. Узор тоқуды білесіздер деп ойлаймын. Уже мен қанша рет көрсеттім. Асты. И келесі петля міне мынау үстіне тоқылды. Енді мына жерде астына тоқылады. Шахматный болып түсу керек. Мына жерде ақта көріне ма, көрінбей ма? Одан кейін астына, үстіне, астына, жоғарғы петля и төменгі петля. Сөйтіп алып отырасыздар кезекпен. Тоқылды. И бірінші қатарда узорыңыз көрінбейді онша. Бұл жерде аққа вообще көрінбейтін сияқты. Мындай болып шығады ғой. Әдемі узор. Осылайынан маркерға дейін келеміз. Одан кейін ары қарай тағы да 3 петля тоқитын боламыз. Мен маркердің қатарына келдім. Оны алдындағы үстінен тоқыдым. Енді мынаны астынан аламын. И крючокта 2 петля. И маркердағыны қосып. Үшеуін бірге тоқимыз. Одан кейін 3 петля жай тоқып аламыз. 1, 2, 3. Маркерді қадайсыздар. Одан кейін міндетті түрде былайынан қарайсыздар. Әр қатарда қарауды осылай. Әр қатарда осылайынан қарап отырыңыздар. Былайынан болып кетпесін. Жаңа менде мысалына жақта бір қатарға алдыға шығып кеттім. Мен алдында үшеудің орнына екеу қылдым. Өстіп ретке келтіріп отырасыздар. Артқа алдыға шығып кетсеңіздер. Узор бойынша осылайынан тоқисыздар. 10 қатар. Мен қазір бірінші қатар узор тоқыдым. Арт жағын уже тапочканы тоқуды білесіздер деп ойлаймын. Мынау көмкеріп тоқу, одан кейін тағы бір қатар жай столбик, олар саналмағанда тек қана узор бойынша 10 қатар осылай тоқып шығамыз. Мынандай қылып. Міне мына жерде узор бойынша 9 қатар тоқыдым. Міне былай санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді соңғы 10-шы қатарды көрсетем. Алдында бірінші қатарды көрсеттім. Әр қатарда осылайынан қарап аласыздар. Одан кейін соңғы 10-шы қатар. Әр қатарда негізі осылайынан тоқылады. Мына жерде қарасаңыздар 1, 2, 3. Үшіншіге өткіземіз крючокты. Одан кейін тартып шығарып, аяқтағы жіптеріңізді әр қатарда осылай қарап отырасыздар. Тартылып босап кетпеу керек. Одан кейін бір воздушный жасаймыз. Келесі бізде мына жерде астынан, үстінен узор бойынша кетеді осылайынан. Енді астынан.
үстінен астынан өзі қарасаңыздар белгілі болып тұрады. Мені соңғы қатардан астынан алынған ғой, ұзын столбик болып тұр. Мына жерде анық көрініп тұр ма? Осыны, например, осы жерге келген кезде үстінен аласыздар. Осы узорды бір анықтап көрсетіп түсірем деп едім. Оны да түсірмедім. Осылай узор бойынша тоқылып кетеді. 10-шы қатар, соңғы қатар мына жаққа дейін алып келеміз. Теңестіріп қараймыз. Үшеу тоқылу керек болса, үшеу, екеу тоқылу керек болса, екеу тоқимыз. Крючоктағыны тоқып алдым. Енді мына жаққа қарай біреу, екеу, үшеу. Енді қараңыздар. Енді мына жақ сәл мындай артта қалып кетті. Созылып кетті аяқ. Енді тағы да біреу тоқим, үшеу, төртеу. Енді бірдей болды міне. Енді сізде екінші пары бірдей болу үшін, бірдей шығу үшін, мына жақтың санын жазып, дәптерге жазып қойыңыз. Сосын мына жақтыкінде. Енді біз былайынан айналдырып тоқимыз қазір. Қазір айтам қанша қатар екен. 1, 2, 3 қатардай айналдырып тоқитын боламыз. Оны көрсететін боламын. Екінші парына бірдей болып шығу үшін, екі жақ бірдей болып шығу үшін, мына өкше жақты алдын бәрін санап алып жазып қойған дұрыс. Сонда келесінде сізде артық болса қысқартасыз, кем болса қосасыз деген сияқты ғой. Осылайынан санап аласыздар. 10 қатар көмкеріп тоқу столбик без накидадан бөлек узор бойынша 10 қатар тоқып шықтым қазір. Енді ары қарай тоқитын боламыз. Енді барлығын санап алғаннан кейін ары қарай енді айналдырып тоқитын боламыз. Столбик без накида біз мына жерден бастадық қой. Осы жерге дейін столбик без накида әр петляға біреуден тоқып келеміз. Мына жерді маркермен белгілеп қойсаңыздар болады. Жаңағы өкше жақтағы үшеу немесе төртеу тоқып бітірдіңіздер ғой. Сол жерді белгілеп осылай қойып қойсаңыздар болады. Қазір айналдырып тоққанда өкше жақты тағы да узор бойынша тоқып кетеміз. Сол себептен ол керек. Узор қай жерден басталады, қай жерден аяқталады деген сияқты. Осылайынан әр петляға біреуден столбик без накида жай ғана. Мен бастаған жеріме келіп қалдым. Соңғы столбик без накидалар. Мен тура бастаған жеріме келдім. Ары қарай соединительный жасап аяқтамаймын. Ары қарай жалғастырып столбик без накидамен ары қарай кете бересіздер. Әр петляға біреуден. Осылайынан ары қарай тоқи береміз. Мына жердегі өкше бітеді ғой, мына жерге кеп узормен бітті ғой мына жерде. Осы жерге келгенде қайтадан осы узор бойынша жалғастырамыз. Ал мына жерге дейін жай столбик без накидамен тоқып келеміз. Мен өкше жаққа келдім, өкшенің узоры басталған жерге келдім. Енді ары қарай узор бойынша тоқып кетеміз. Міне бірінші бізде астын тоқимыз, астынан тоқимыз. Узорға қарайсыздар да, қандай узор тұр, сол бойынша тоқып кетесіздер. Одан кейін міне үстін астына осылайынан узор бойынша өкшеміз аяқталып мына жерге дейін міне узор бойынша тоқып келеміз. Міне узордың соңғы жағын тоқып жатырмын. Үстіне енді астына, одан соң үстіне.
Мына маркер тұрған жер соңғы узор тоқимыз астына. Ары қарай уже жай столбик без накида. Тағы да бір қатар осылайынан тоқып шығамыз. Мына алдын, мына жерден былай қарай, мына жерге дейін жай столбикпен тоқимыз. Мына жерден мына жерге дейін жай столбик тоқимыз бір қатар, одан кейін мына жағын узор бойынша тоқимыз. Айналдырып тағы бір қатар тоқып шығамыз. Тура осылай қазір қалай тоқыдық? Бірінші алды жағын жай столбик без накида, одан кейін мына жағын узормен тоқимыз. Қалай узор тұр, сол бойынша тоқып шығатын боламыз. Мені өкше жағына уже басталып кетіп бара жатыр. Узорына келдіңіздер, сразу узорға қарайсыздар. Менде міне біріншісі астынан тоқылған. Бұны мен енді үстінен тоқып бастаймын узорды. Одан кейін астынан. Бұл бізде узор тоқудың ең соңғы қатары. Өкше жақта сонда барлығы узор 12 қатар болып түседі. Осылайынан узор бойынша мына жағындағы узорға дейін тоқимын. Тоқып болдым, мына жақтағы узор бойынша. Енді қараңыздар, айналдыра, осымен айналдырып, мына жерге дейін столбик без накида, жай ғана столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жақты да узор емес, жай ғана столбик без накида. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Узор бойынша 12 қатар болды. Енді тағы да бір қатар жай столбик без накидамен мына жерде бағана бастадық қой, осы жерге дейін айналдырып тоқып келеміз бір қатар. Бұл уже бізде барлығы жаңа өкше жағының соңғы қатары. Келесіде уже біз мындай алдын узорын тоқып бастайтын боламыз. Осылай жай столбик без накидамен айналдыра бір қатар тоқып шығыңыздар. Мынау жерде міне басталған жеріңізге дейін. Енді қараңыздар, міне айналдырып столбик без накида мына жерге дейін тоқып келдім. 1, 2, 3, 4 қатар, мына жағда 1, 2, 3, 4 қатар. Енді алдыңғы жағын бастаймыз. Мына узор бойынша тоқылатын. Ол үшін тапочканы осылайынан алып аламыз да, тура ортасын тауып, ортасын тапқаннан кейін мына жаққа қарай жетеу тоқимыз. Егер сізде, менде мысалы мынандай болып бітірдім да, мен осы жерден аяқтадым да тоқылғанымды. Ортасын тауып алып былай қарай санағанда менде 9 болып кетті. Сосын алдымда тағы да біреу екеу тоқып жібердім осылайынан. Сіздер де сөйтесіздер, тура ортасын тауып аласыздар. Былай қарай жетеу, барлығы 14. Алдын осы 14 петлямен бастайтын боламыз. Міне 3 узор тұр ғой, 14 петля болады осы 3 узор. Сол себептен де тура ортасын тауып аласыздар. Былай қарай жетеу болған кезде мынау соңғы неңіз біту керек. Тоқығаныңыз. Менде қазір міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына ортасы осы. Енді ары қарай крючокқа накидлеміз. Мына жерден бастап, аяқтадыңыз ғой, осы жерде тұрасыз да. Енді 1, 2, 3, 4-сіне столбик с накидом. Бір петляға, осы петляға 3 столбик с накидом тоқисыз. 2, 3. Бір петляға 3 столбик с накидом тоқылды міне. Одан кейін 2 воздушный, 1, 2. Енді осы жерде қараңыздар. Мына жерге, мына отыр ғой, осы жерге тоқитын боламыз қазір. Крючокқа накидлеміз. Мына жаққа қарай, артқа қарай осылай тастап, жаңа көрсеткен жеріме тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Сонда осындай узор шықты бізде. Енді ары қарай 1, 2, 3 тастаймыз. 4-сіне столбик с накидом тағы тура осылайынан тоқимыз. 1,
екеу, үшеу. Одан кейін 2 воздушный, 1, 2. Қайтадан крючокқа накитлеміз де, мына жерге қайтадан тоқимыз. Былай артқа қарай кетіп, столбик с накидом. 1, 2, 3. Қайтадан 1, 2, 3, төртіншісіне бір петляға 3 столбик с накидом. Үшінші узор тоқып жатырмыз. 1, 2, 3. 2 воздушный, 1, 2. Крючокқа накитлеміз де, мына жаққа артқа қарай, міне бұлайнан. 1 столбик с накидом, 3 тоже. Крючокқа накитлеп, міне. 1, 2, 3. Одан кейін 1, 2 тастаймыз, үшіншісіне столбик без накида. Осы жерде қарап аласыздар. Тура сіздің узорыңыз үшеу ортасында тұр ма, жоқ па? Егер ортасында жоқ болса, мына жақтағын сәл азайтасыз, немесе былай қарай 1, 2 жаңа мен тоққандай қылып тоқисыз. Енді әрі қарай екінші қатарға өту үшін 3 соединительный жасаймыз мына жаққа қарай. Просто соединительный. 1, 2, 3. 3 соединительный жасайсыздар. Одан кейін 3 столб воздушный. 1, 2, 3. Одан кейін жұмысымыз кері айналдырып, мына жаңағы тоққан узордың төбесіне, жоғарғы жағына столбик без накида. Қайтадан 1, 2, 3 воздушный. Мынаның келесі узордың ұшына столбик без накида. Қайтадан 1, 2, 3 воздушный. Қайтадан келесі мына жерге міне ұшына столбик без накида. Қайтадан 1, 2, 3 воздушный. Енді мына жерде қараңыздар. 1, міне. Міне 1, 2-не тастаймыз да, үшіншісіне столбик без накида тоқимыз. Одан кейін былай қарай, кері қарай аударып аламыз. Тағы да мына жақ бетіне қарай 3 соединительный жасаймыз. Тура ар жағында қалай жасадық? Осылайнан қаратып алып жасаймыз соединительныйды. 1, 2, 3. 3 соединительный жасадық. Енді қайтадан узор тоқимыз мынау. Не арка жасап кеттік қой осы аркаға. 1, 2, 3, 4 арка жасадық. Мына жерде бізде біріншісінде 3 узор болды. Енді мына жақта 4 узор. Осылай қосыла беретін болады. Міне қараңыздар, әр қатар сайын қосылып отыр. Мына жерде 3 узор, 1, 2, 3, 4 узор, екіншісінде 1, 2, 3, 4, 5 узор. Әр қатар сайын бір узордан қосылады. Тағы да 1-2 қатарын тоқып көрсетемін. Одан кейін бұл қатар менде мысалына тапочкада. Мен мына жерге дейін тоққан, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар тоққан узор. Одан кейін уже артқы жағымен алып кеткем. Қазір оның бәрін айтамын. Екінші узорды бастаймыз. Ешқандай воздушный ештеңке көтерместен соединительный жасадыңыз. Сразу крючокқа накиділіп, мынау арканың ішіне 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Одан кейін міндетті түрде 2 воздушный. Одан кейін қайтадан крючокқа накидлеміз де,
тура жаңағы мына жақта тоқыдық қой бірінші қатарда, солайынан крючокты артқа қарай тастап, мына үшеуін көмкеріп тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, екеу и үшіншісі. Осы жерде үшіншісін тоқып болғаннан кейін ешқандай воздушный ештеңке алмастан крючокқа накидлеміз де қайтадан мынау келесі аркаға 1 2 3 столбик с накидом. Одан кейін 2 воздушный, біреу, екеу крючокқа накидлеміз де қайтадан мына 3 столбикті көмкеріп тағы да 3 столбик тоқимыз мына жердегі тесікке қарай. 1 2 3. Үшеуін тоқып болғаннан кейін ешқандай воздушныйсыз крючокқа накиділіп келесі аркаға өтеміз. Міне мынаған 3 столбик с накидом. 1 2 3. 2 воздушный, біреу, екеу. Накидлемізден мына үшеуін көмкеріп 3 столбик с накидом тоқимыз тағы да. 1 2 3. Қайтадан міне соңғы арка. 1 2 3. 2 воздушный. 1 2. Мына үшеуін көмкеріп 3 столбик с накидом. 1 2 3. Одан кейін мына жерде біреу, екеу тастаймыз да, үшіншісіне 1 2 тастап, үшіншісіне столбик без накида. Узордың қатарын аяқтадық. Енді узорға дайындау қатар былай қарай жүреді. 3 соединительный жасап аласыз. Біреу, екеу, үшеу. Одан кейін 3 воздушный көтересіз. 1 2 3. Одан кейін аяқ киіміңізді осылайынан аударасыз. Енді мына узор тоқыдыңыз ғой, 4 узор, 1 2 3 4. Осының әрқайсының ұшына міне 3 воздушныйдан кейін мынаның ұшына столбик без накидамен бекітесіз. Қайтадан 3 воздушный, біреу, екеу, үшеу. Узорға арка жасап кетеміз бұл қатарда. Қайтадан 1 2 3. Одан кейін аяқа 1 2 3. Келесі. Қайтадан 1 2 3 воздушный. Енді осы жерде қараңыздар. 1 2 тастап, үшіншіге столбик без накидамен бекітеміз. Соединительный жасау үшін осы жерден былай қарай жасай салмаймыз. Соединительный жасау үшін тапочканы кері айналдырып, одан кейін оң жағынан соединительный жасаймыз. Үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Қайтадан узорымызды тоқимыз. Мына узор тоқылып болған кезде мына жаққа келіп бекітесіздер ғой. Сол кезде мынаны қараңыздар, осылайынан бірдей ма, бірдей емес па, несін қарап отырасыздар. Егер бірдей болмаса, мынандай екеу тастап үшіншісіне біріктіреміз ғой. Қайсысы алдыға шығып кетеді. Мына соединительный жасап болғаннан кейін былай өлшемеңіздер. Мына узор бітеді ғой, қазір көрсетем, сол кезде барып өлшейсіздер. Қайсысы алдыға, артқа 1-2 петля тастап немесе тоқып, өздеріңіз қарап реттестіріп отырасыздар. Міне узор осылай тоқылады. Міне мына жеріне дейін қараңыздар.
мына өкшедегі узор басталып кеткен. Мына жерге келіп тоқтап қалмаймыз. Одан кейін узор, өкшедегі узор басталған. Бұл жерге дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай тағы да 2 көтергем. Барлығы менде 9 қатар болып тұр узор. Одан кейін уже өкшемен айналдырып тоқып кеткем. Енді өз беттеріңізше мен көрсеткендей 3 соединительный жасадыңыз. Сразу ешқандай воздушныйсыз уже узор тоқып кетеміз аркаға. Қараңыздар, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 арка. Осылайынан әр қатар сайын аркаларыңыз біреуге көбейіп отыру керек. 1, 2, 3 столбик с накидом тоқыдым. 2 воздушный крючокқа накидлем да, қайтадан осы үшеуін көмкерем былайынан. 3 столбик тағы да. 1, 2, 3 столбик с накидом. 1, 2, ой. И 3. Көмкергеннен кейін ешқандай воздушныйсыз крючокқа накидлемде келесі аркаға өтем. Осылайынан мына жағына дейін келесіздер. Міне узорды аяқтадым. Қараңыздар, енді 1, 2 тастап, үшіншісіне столбик без накидамен бекіттім. Енді осы жерде қарап аласыздар. Осылай әр қатарды аяқтаған кезде қарайсыздар, бірдей келе жатыр ма екі жаны? Менде бірдей, по-моему. Осылай қарап реттестіріп аласыздар. Біреуі алдыға, былай, біреуі артта қалып кетпесін. Әр қатарда осылай теңестіріп қарап отырасыздар. Немесе былайынан жіпті былайынан қойып теңестірсеңіздер де болады. Осы кезде міне қараңыз, бірдей болып тұр. Осынан аяқтадыңыз, соединительный қоспай тұрып қарап аласыздар. Қатарыңыз бірдей келе жатыр ма, келе жатқан жоқ па? Одан кейін барып бірдей келе жатса, ары қарай жалғастырамыз. Ал егер мына жағы қалып кетсе, төртеуден кейін біреу, екеу, үшеу тастап төртіншісіне ілесіз. Ал егер де мына жағы ұзын болып кетсе, біреу тастап екіншісіне осылайынан біріктіріп қарап алып тоқисыздар. Менде пока что бірдей. Әр қатар сайын қарап отырасыздар, ары қарай уже соединительный жасап, 3 соединительный, 1, 2, 3, одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Әр аркаға осылайынан 3 воздушный, аркаға столбик без накида, 3 воздушный, аркаға столбик без накида. Тура мына қатарларда көрсеттім ғой қалай тоқылады, ары қарай солай тоқимыз. Мына жаққа қарай өткенде біз узорға арка дайындаймыз, былайынан узор тоқимыз. Осылайынан 9 қатар, менде 36 размер. Сіздің размеріңізге қарай бұл қатарлар көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін. Именно осы қатарлар өзіңіздің неңізге қарай, размеріңізге қарай тоқисыз. Менде 36 размерде 9 қатар тоқып шығам узорды осындайынан.